Сәлем арна көрермендері, осы қазақша тілді арнаны қолдап, тіркеліп, өздеріңіздің алтын пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Құқық қорғаушы Айгүл Орынбек премьер-министрі Әлихан Смайыловтың Қазақстанға үдере көшкен ресейліктер мәселесін шешуге кірісейік деген бастамасына өз пікірін білдірді деп жазады Күн.кз. Өз ұлтымыздың мәртебесін көтеретін уақыт келді. Біз толерантты көзқарастағы елміз, бірақ өз салт-дәстүріміз бар тәуелсіз мемлекетпіз. Арабтар сияқты байлықта шалқып өмір сүрмесек те, арабтар сияқты өзімізді сыйлататын уақыт келді. Көп ұлтты мемлекет болғанымен мемлекеттің басты ұлты қазақтар. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе қазақтардың мәртебесі мен құқығының қорғалуы болу керек еді. Қаншама күн үнсіз отырып, енді келіп ресейліктердің жадайын жасайық деген не сөз мынау? Халқыңыз көшеде қалып, арам тамақтар үйлерін ресейліктер үшін босатып беріп жатқанда үнсіз отырдың. Ресейліктерді жұмыспен қамтуға тапсырма бергенше, Қолбазарда жұмыссыз жүрген өз халқыңызды жұмыспен қамтып алмайсыз ба, Смайылов мырза? Қайта келген қонақтар өз ұлтымызды қорлап, жергілікті тәртіпті бұзып, ұлтараздық провокациялар тудырып жатса, оларға заңды қатаңдатып жазалаңдар деп неге тапсырма бермейсіз, Смайылов мырза? Біздің Конституция, яғни оның бірінші бабының адам және адамның құқықтары бірінші тармақшасы биік тұруы керек. Бұл мемлекетті адамдар, яғни осы жерде туылған біздер құраймыз. Ең бірінші біздің жағдайымыз жасалып, біздің құқығымыз қорғалу керек, деді заңгер.